ата-анам мені ауылға жіберетін. Әжем қайтыс болғаннан бері оның үйі мен егінін бақылайтын біреу болды. Ата-анам үнемі жұмыс істейтіндіктен, мен былайша айтқанда күнәкар болдым, және мұның бәрі маған түсті. Бұл қарғалар қалай ренжіді? Олар 10 жылдан жылға мақсатты түрде жеп жатқандықтан, дәмді егінді көріңіз. Оларды қуып жіберудің барлық әдістері бекер болды. Биыл мен қорқыт салуды шештім. Бұл соңғы үміт болды. Мен, әрине, қолдарымның алтын екенін білетінмін. Бірақ мен мұндай нәтижені күтпеген едім. Бұл қорқыныштағы қорқынышты және қорқыныштың үйлесімі мені тіпті бұл жағымсыз қарғалар туралы шынымен айта алмайтындай сезінді. Күн өте тез өтті. Риза болып, біраз шаршадым да төсекке жаттым. Иә, не болды? Не болып жатыр? Барған сайын үйлер күннен күнге қирап жатыр. Бұл қираған үйлер емес. Енді мына сықырлаған сарайда ұйықтауға тырыс. Сыртта да сондай жел соғып тұр. Қарғыс атсын, қарғалар. Тіпті үйде де олардан тыныштық жоқ. Таңның атысы мұңды, ылғалды ауа райынан басталды. Менің көңіл күйіме сай, түн бұрынғыдай болды. Бақшаға шыққанда мен есеңгіреп қалдым. Бүкіл егін қурап қалды. Және бұл ұшатын жәндіктер бірдеңені жұлып алуды жалғастырды. Тіпті қорқынышта зиян тигізбеді. Олар бірдеңені күзетіп тұрғандай болды. Жоғары қараса, суық тер мені орап алды. Қорқыттың түрі мүлде басқа, мұңды, қорқынышты еді. Айналада отырған қарғалар оның бірінші шақыруына асығатын қызметшісі сияқты көрінді. Бір түрлі, бірақ басыңмен не болды? Иә. Қарғыс атсын, не болды? Ием, ол тірі, қайда жүгіру керек?